Зина тағы келеді ме? Жоқ, бастай беріңіз. Бастай берейін ба? Жақсы. Ал, саламаттар болдық. Иә, саламаттар елбасы сіздерді қазір түсті қағаздар бойынша сіздерге қазір топқа бөлуді ұсынамын. Расында, ал сіздер әрқайсысы бір-бірі келіп, түсті қағаздарын өздеріңізге қандай түстер ұнайды, алыңыздар. Қандай түстер ұнайды сіздерге? Дегеніңізде, қандай түстер ұнайды? Жасыл түстер, мына жаққа, оң жаққа отырасыздар. Жасыл түстер. Сол алған түстер олар мына жаққа отырасыздар, иә? Сол жағына қарай. Жасыл ма? Анда келеді, маған келеді. Жасыл келеді. Жасыл ма? Кәп балар, ұзат. Араларында отырамыз. Араларында отырамыз. Ұзбаларында қалыстыр ма? Жақсы атқарайық. Солай таңдасаңыздар, солай болсын, да? Жақсы, болған. Отыра қойыңыздар. Отыра қойыңыздар. Жақсы. Отыра қойыңыздар. Қуанып отырыңыз. Қолдарыңызды қойыңыздар. Қалай көрініңіздер, солай қосып отырыңыздар. Жақсы ма? Ал. Қуанып отырыңыздар. Жануарлардың өсімдіктердің азаюы, олардың түрлерінің жоғалуы себептен. Иә, өсімдіктер қызыл кітап дейді, қорғауға алынған жойылып бара жатқан аңдарды қорғауға алған кітап екен. Жақсы, рахмет. Жауап қанағаттандырды, жақсы жауап. Келесі минералогиялық бақ дейді. Ал минералогиялық бақта деген бар. Карталарыңызда бар ма кітаптарыңызда? Иә, сіздерде бар. Қараңыздар. Солайыңыздар сіздерде. Минералогиялық бақтар. Бұл қандай? Мысалы, бақ деген сөз айтып тұрған жоқ сіздерде. Адамның өмір сүруінде, таза ауада жүруінде, қолайлы етіп жасалынған жасанды бақтар екен. Ағаштар егіп отырғызады. Көрдіңіз бе? Аспаннан қалай көп кетіп қойды. Ешкісі өзде салғанда бақтың ішінде. Алматыда бар bütün бақтар, иә? Сондай бақтарды минералогиялық бақтар бар. Жақсы, ал кәне тегісіздер бойынша арқай кеттік. Ендеше, солтүстігіндегі Қазақстанда дейін болады. Ал, қандай негізі егердің орын айтсаңыздар болды, Қазақстан қай бағытында? Қандай қалалар? Кел, көрсетіңіз. Көрсетіңіз. Қай жақтан негізі Қазақстан қалаларын барлығы? Иә, дұрыс айтасыз. Яғни Алтай жағында. Жақсы. Келсеңіз ба? Дұрыс айтады. Иә, Қазақстанның оңтүстік-шығысы, яғни оңтүстігінде. Яғни Қиятан тауы Қазақстандан ең биік тұрады. Жас келсе оған. Келесі Қазақстанның ірі өзендері. Қазақстанда қандай ірі өзендер бар? Айтыңыздар. Қандай өзендер бар? Ертіс, Іле, тағы қосымша көмектесіңіздер. Жетісу өзендері. Сол? Қандай өзен бар? Қазақстанда 7 өзен бар екен, иә? Дұрыс айтасыз. Тағы қосылып кетеді. Айтып қалған өзен бар ма? Айтып қалған өзен бар ма? Отыра қойып. Рахмет. Жас атадыңыз. Бұл ерекше қорғалатын аумақ табиғи деректерді табиғи күйінде сақтау және зерттеуге бірегей экологиялық жүйелерді биологиялық алуан түрлілікті және өсімдіктер мен жануарлар әлемінің генетикалық қорын сақтауға арналған. Қорық деген түсінік бар. Жасы қорық деген аумақ бойынша келеді. Келесі ары қорықшалар. Қорықшалар дегеніміз қандай мағынаны білдіреді? Кітаптарына қарап шығыңыздар. Қорықшалар. Қорықшалар қорғалатын нысандардың сипаты бойынша биологиялық зауыттың қатарында болып келеді. Бұл шаруашылық әрекеттерін жеткізген емес. Ескереді немесе тапсырыспен құрылған ерекше қорғалуға деген аумақ. Мұнда бір немесе ерекше мемлекеттік табиғи қорықтық қорғау нысандары қорғалады. Жақсы. Ал келесі. Ал оқыңыз. Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақ ол ландшафтардың алуан түрлілігін сақтау, ерекше биологиялық, экологиялық, ғылыми, тарихи-мәдени, рекреациялық маңызы бар мемлекеттік табиғи қорықтық қордың нысандары және бірегей табиғат кешендерін рекреациялық, туристік, ғылыми, экологиялық, ағартушылық мақсатта қорғауда ғылыми мекеме деген мәртебесі бар ерекше қорғауға алынған табиғи аумақтар.
Жақсы. Ал келесі кімге қандай табиғат ескерткіштері? Табиғат ескерткіштері дегенімізде налогыңыздар енді. Табиғат ескерткіштері дегенімізде. Табиғат ескерткіштері ауданы бойынша ауыстырып келінген. Табиғат нысандарында стандарт жоғары емес. Ғылыми маңызы және мәдени алаңшылық құндылығы бар. Біздің еліміздің барлық аймағында ерекше табиғат нысандары қалыптасқан. Өте жақсы. Келесі резерват дейді, оған қалай түсінесіздер? Резерват дегенімізде және қызыл кітап дегенге осы сөздер бойынша қай топтан кішкене жүйе кім көбірек жауап беріп жатыр, топқа бағалап отырыңыздар, тасталықтар және бұл топты бағалап отырайық. Мына топтың оқушылары келесі резерват, қызыл кітап деген және гидрология бақ деген сөздер қалып қойды. Ары қарай кітаптарыңызда бар сіздерде кітаппен жұмыстеңіздер. Табиғат зоналары дегеніміз не? Жауап беріңіздер. Негізгі географиялық заңдылық сақындары. География заңдылықтардың бірі. Яғни дұрыс. География заңдылықтардың бірі. Жақсы. Келесі Қазақстанның табиғат зоналарын атаңыз. Жақсы ал. Баянауыл тобы, Бурабай тобын айтқан. Жақсы. Қазақстанда қандай табиғат зоналары бар дейді? Өткен тақырып бойынша жақсы. Ал. Жауап беріңіз. Қатырақ айтыңызшы, мына топтың балалары биосфера, жердің тіршілік қабаты. Жақсы. Тексеріңіз бар? Жақсы. Егер сұрақ қанағаттанбай жатса, тағы қосып кетуге болады. Дұрыс, жердің тіршілік қабаты. Жақсы. Келесі биосфера құрамына не кіреді дейді? Кім айтады? Мына топтан болсын айтыңыздар. Биосфера құрамына не кіреді? Жаңа айтты, тіршілік қабаты. Дұрыс айтты. Жақсы айтыңыз. Қандай? Ақсу жабағы. Ал Ақсу жабағы. Географиялық орны Жамбыл облысы Жуалы ауданы, құрылған жыл 1926. Құрылу мақсаты жануарларды және өсімдіктерді қорғау. Ауданы 131.934 гектар. Қорғалатын өсімдіктер бойынша иманшақтар, тер, қорғалатын жануарлар саны сүтқоректілер 42, құстар 238, бауырымен жорғалаушылар 9. Өте жақсы. Ал келесі сіздерді қақпыға дайын. Мына топта дайынсыздар ма? Сіздердің топтарыңыз бар, дайын. Кім дайын? Тағы да мына топта Баянауыл тобынан Қаратау. Оқи беріңіздер, бәріңіз бір адам емес, бәрі оқып шығыңыздар. Бір-бірден алыңыздар. Қаратау. Дайынсыз ба? 3-4. Барса кеңес. Ағылшындар. Мына топта дайынсыздар ма? Жылдан бір-бірден алыңыздар, бір-бірден. Бәрі керек жоқ, бір-бірден. Бір адамға көп болады ма? Ал, мына топтамыз. Әлбетте жылдамырақ сіздердің топтарыңызда кеш қалған. Мына топтан тағы да кім бар? Кішкене шапшаңдық танытайық. Бір оқушы айтып үлгерді. Ал кім дайын? Қазір бәрі жазып керек емес, бөліп алыңыздар. Бөліп жеткізіп бердім ғой. Бізде қандай? Барсақ емес, жазып географиялық туралы қандай? Барсақ кеңес қоры қайда болды? Қызылорда облысында. Дұрыс. Жақсы. Алматы қоры қайда болды? Сіздерде Алматы қоры бар. Алматыда яғни айтқанда қандай республикалар бар және жануарлар дүниесі бар? Иә, сіздерде бөліп кешіп жатсыздар. Жақсы. Ата мына жақта топтарыңыз қайда? Ала бөліп. Қазір беріңіздер қайда? Болды. Кетесі, рахмет. Рахмет. Қазір азия оқисыздар ма? Иә, қорғасаңыз біреу өтесіз. Жазыңыздар ғой, иә, оқыңыздар. Қандай қор? Алакөл қорығы Алматы облысы Үржар ауданында. Ауданы 2696 километр квадрат. Марқакөл Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы. 4 тамызда құрылған жылы. Өсімдіктері мыңдан астам өсімдіктері бар, 22 түрлі бұтақтары да бар. Батыс Алтай 3 шілдеде құрылған жылы Шығыс Қазақстан облысында. Өсімдіктері ірі гүлді шолпан
кебіз жануарлары бұлан, сиыр, түлкі. Наурызым Қостанай облысы 30 маусымда құрылды. Қорғалжын Ақмола облысы 16 сәуір жануарлары Алабұға. Алабұға. Жасы жұмыстарды алатырайып деді. Тәлі екіншісіне жұмыстарды береді. Жасы ойды категорик кебізді уақытта. Жазылдарда үстел қарақия жасы міне қарайтын жерден қай топты көрмей жазған. Жасы барлықтары бірдей жасшыларында. Тең. Екі топта бірдей жасшылар. Бәрімізді бар екенімізді жұмыстарымыз ендеше балалар. Параграф 31 болды, е? Параграф 31. Көрдіңіз берді. Параграф 31. Үй жұмысы. Сіздердің осы сұрақтар бойынша үй тапсырмаларын қазір екі топтың оқушылары орындайсыздар. Топ сіздердің жеке жұмыстарыңызбен сұрақтарға жауап беретін оқушылар осы сұрақтар бойынша бағаланады. Жақсы ма? Ал ендеше сәтсіздік үй жұмысына дайындалыңыздар. Параграф 31 сіздерден қандай құрылысшылар бар? Географиялық орынын мына картаға қаламдарыңызбен жазасыздар. Орнын ауыстырмайсыздар. Жақсы ма? Топқа топтың атын жазып қойыңыздар. Бір-бірлерін ауыстырып кетsin. Қазақстанда қандай қорықтар бар, қорықшалар бар. Соны сіздер ана кескі картаға соны атауларын жазасыздар. Жақсы ма? Вот сіздерде жай карта. Енді мына картаға сіздер түсіресіздер. Ол қорық бар дедіңіздер ма? Сол қорықтарды рет-ретімен жазасыздар. Өзінің географиялық орнына байланысты ауыстыр маңыздар қорықтарды. Я дұрыстап түсіргенде қазір сіздер келесі топқа бересіздер оны жұмыстарыңызды. Тек географиялық орны ғана, арқа ештеңе жазбаңыздар. Қорықтардың орны. Жылдамырақ қолға. Картаны осы жерде. Келе жоқ болады, уақыт кетеді. Атын жазыңдаршы. Қандай ат? Атын жазыңдар, иә. Содан кейін Апамен шығып айтсам болады? Жасы, ана жазбасын бірінші. Иә, бірінші аңның атын жазыңыздар. Альбина. Уақытта бастап проблема ретінде қозғала бастады дейді. Табиғатты қорғау туралы заң Қазақстанда қашан қабылданды? Осындай сұрақтарға келсек, айтыңдаршы. Не қозғала бастады осындай проблема? 97 жылдан бастап Қазақстанда. Келесі сұрақта Қазақстанда табиғатты қорғау қаншалықты қолға алынған дейді? Сіздер қалай ойлайсыздар осы сұрақ бойынша? Иә, біздің Қазақстанның қорғауға алынған аймақтары. Иә, Қазақстанда табиғатты
қаншалық қолға алынған? Қолға жатыр ма Қазақстанда табиғатты? Bugün komşuda böyle bir konu var. Halkara kongresi var. Aha. Dürüst olmuş. Halkara kongresi var. Burada birlikte ekleyelim. Hatta şimdi boşanma satışlar var. Жақсы, рахмет. Алла тоқтан деген. Сіздерде бірнеше сұрақтар жауап берді. Мына жақта кішкене көбірек жауап береді. Баянауыл тобы. Келесі, табиғатты қорғау жолында сіз қандай үлес қосады деп ойлайсыз? Қостым деп ойлайсыз? Табиғат қорғайсыздар ма? Ел қорғасаңыздар қалай қорғайсыздар? Қандай үлес қостыңыздар? Ағаш ектіңіздер ме? Iya, maksudnya kok dunianya bizim zamanlarda ekonomi. Жақсы, рахмет. Ал, сәбилі бағала болу тобында кім сабақ айтып жатыр? Келесі, қорық пен қорықшаның айырмашылығы жаңа түсіндіңіздер ме? Қорық пен қорықшаның қандай айырмашылығы бар екен? Қорық деген не болды? Қорықша деген не болды? Ал, жаңа қорық сіздер оқыдыңыздар, қорықшаны оқыдыңыздар. Жақсы ма? Екеуі де қорғауға алынған аймақтар, иә? Дұрыс па? Екеуінің де жануарлар дүниесі бар. Бірақ та жер учаскелеріне байланысты екен. Көрдіңіздер ме? Аумаққа байланысты. Келесі, қорықтың ұлттық саябақтың. Саябақтың не деп аталды жаңа? Демалатын орындар. Қорық үлкен жаңа қорғауға алынған аймақ екен. Жақсы, өте жақсы. Енді саған қарай сөзім оқыдыңыздар. Қызыл кітап туралы жаңа сіздерге айтып берген. Қызыл кітап туралы жаңа әңгіме айтып кетті. Енді қорықтар сіздер жаңа өздеріңіз картаға бермедіңіздер ғой, міне Қазақстанда барлығы осындай қорықтар бар екен. Саябақтар бар екен, мынандай саябақтар. Сіздер кітаптарда отырған шығарсыңдар. Ақсу жабағылы, Қаратау, Үстірт, Баса, Кеңес, Наурызым, Қорғалжын, Алматы, Алакөл жаздыңыздар ғой, да? Жақсы, ендеше сіздерге дұрыс болатындар. Келесі қорықшалар, Алматы, Зеренді, Рахма, Балқаш дейді. Ондай әдет жерлер бар екен. Резерваттар, орман жерлері, сіздер өздеріңіз айттыңыздар. Табиғат ескерткіштері, қазы, қайдауыр, шын түрген, шарын, әлші, құм дейді. Көрдіңіз, біз білмейтін жерде де бар екен Қазақстанда. Жақсы. Міне карта сіздерде. Енді келесі тапсырма, мен сіздерге жаңа қорықтарды бере қоямын. Депутаттан. Сіздер қазір мыналарға орындай қоясыздар. Топтарыңыз екен. Топтарыңыз орындаңыздар. Иә, сіздерге бес бөліп беремін қорықтарды. Сіздер әр қорыққа сипаттама бермейсіздер. Иә? География орны, жалпыңыздар құрылған жылы қандай өсім биіктері бар, қандай жануарлар дүниесі бар. Балалар жылдамырақ жаза қойыңыздар. Ал. Дұрыс жазды ма, дұрыс жазылады ма? Қай жерде екен көрдіңіздер ма? Жақсы. Ал, сыныптарыңызды қарап шығыңыздар. Қателер болма. Ал, көзіңізден келіңіздер екен алайын курстарды. Көрдіңіздер ма? Жақсы, әкеліңіздер екен. Сіздерге ұқсай ма? Ұқсамай ма? Жақсы. Әкеліңіздер. Көрдіңіздер ма? Жақсы, ендеше қай топтарды бағалайық. Бір ұстасыма бойынша қай топтың жұмыстары көбірек орындалды? Баянауыл тобынікі, иә? Барлығы орындалды жұмыстары. Жақсы ма? Сіздерде бір-екі ғана тапсырмаларын орындалмай қалыптыңыздар. Бір-екі топтың аттарын алды. Жақсы, ендеше бағалап қойып. Бұл топқа біз қалай көтереміз? Көтеріп қоясыз айтқаныңызда, бұл бір тапсырма бойынша олар жақсы орындалды. Жақсы, рахмет. Балалар, ендеше, енді Жерді болжама? Екі көз керек жоқ олар. Сіздер жоспар болды, жоспар бойынша жауап бересіздер болды. Жақсы ма? Қазір шығыңыздар екен, дайын болсаңыздар. Уақыт болды. Қазірден жеке салмай қойыңыз. Жақсы. Бірінші түрі дейді, қандай жануарды алдыңыздар екен? Топ басшылары ішінде кім? Айтыңыздар ішінде. Түріне жеке шығыңыздар. Кім шығады? Әділде шығыңыз екен. Болады енді. Себебі адамдар өздерінің пайдасына қарап. Жақсы. Жақсы. Ал жарайды. Жақсы. Келесі мына топта келіңіздер екен. Сіздер қорғанып қалды. Сәлем келіңіз. Рахмет.
Al, tabii ki bir sorumlu. Hiç rahatsız değil. Aslında kadar tutalım. Çocuk tarafından. Koltuğu kazlar. Al, dediler. Второе, что касается бывает, должно быть момент Yasa. Orası korona ya. Aslında kitapta yedi var. Yedi. Az değil o diyor yukarıda da var. Kitapta niye? Çünkü adamlar ya böyle değil. Hani bastı uzun oluyor. Sonra gelip tutan bakalım şu gibi değil. Kalay saklama olur. Жақсы, жалпы биосфераның ішіне кіретін жер қалыптарына кіреді екен не бар ғой? Өте жақсы, жақсы. Кәне, жаңағырақ қытайыз әкелі. Тек қорықтарды. Ау? Ау? Ол Бұл карта көмек егесі картаны алып. Не картаны алып, картаны Болдыңыздар ма? Ал? Жақсы, е, болдыңыздар ма? Кім қай топ аяқтады кәне? Картадан? Картаға сөзсеңіздер? Топтың атын жазып қойдар сізде. Баян ауыл деп, жер жұмыстарыңызда. Болдыңыздар ма? Иә. Орындағы оқушы атын жазып қойды астына. Кім жазып отыр, кім орындап отыр. Болдыңыздар ма? Жақсы, мына топ болды кәне, сіздердің топтарыңыз баян болып қалды. Это 10. Здесь 10 написала. Это 4. Ал, Азика тоңгөлөкке директор қалды. Осы деді бола берсін, қаз керек болып сақ. Кәді оларға келдік екен, уақыт өтіп жатыр. Бізде уақыт шектеулі білесіздер, е? Сондықтан енді. Ол қорықтың атын жастаңыздар болды. Ол қорықтың атын жастаңыздар. Жай, бұрынғысы берді. Бұл қандай? Атын жазып қойды ма? Атын жазып. Қане атын? Сіздің жұмысыңыз болады қазір. Жақсы. Кәді олар болыңыздар ма? Маған беріңіздер жұмыстарыңызды. Қазір мен басып баян алып қойып. Кәне әкеліңіздер кәне жұмыстарыңыз болды. Уақыт аяқталды. Шыдамырақ кәне. Кәне алайын жұмыстарыңызды. Сіздің көрмепсіз. Ал, әкеліңіз. Болды, рахмет. Ендеше қараңыздар. Қандай құрылысшылар бар? Географиялық орын, мына картаға қаламдарыңызбен жазасыздар. Орнын ауыстырмайсыздар. Жақсы ма? Дейін. Топтың атын жазып қойыңыздар. Бірлерін ауыстырып кетsin. Қазақстанда қандай қорықтар бар, қорықшылар бар. Соны сіздер ана кескі картаға соны атауларын жазасыздар. Жақсы ма? Вот сіздерде жай карта. Енді мына картаға сөз түсіресіздер. Ол қорық бар дедіңіздер ма? Сол қорықтарды рет-ретімен жазасыздар. Өзінің географиялық орнына байланысты ауыстыр маңыздар қорықтарды. Я дұрыстап түсіріңіздер. Қазір сіздер келесі топқа бересіздер оны жұмыстарыңызды. Тек географиялық орны ғана, арқа ештеңе жазбаңыздар. Қорықтардың орны.
Жылдамырақ болыңдар. Картаны көрсетейік. Дұрыс жазды ма, дұрыс жазбады ма? Қай жерде екен көрдіңдер ма? Жақсы. Ал, сыныптарыңыз қарап шығыңдар. Қателер болма. Ал, көрсеңіздер тегіңіздер екен алайын сыныптарды. Көрдіңдер ма? Жақсы, тегіңіздер екен. Сіздерге ұқсай ма? Ұқсамай ма? Жақсы. Тегіңіздер көрдіңдер ма? Жақсы, ендеше қан топтарды бағалайық. Бір тұтастырма бойынша қай топтың жұмыстары көбірек орындалды? Баянауыл тобы екен, барлық орындалды жұмыстары. Жақсы ма? Сіздерде бір-екі ғана тапсырмаларын орындалмай қалыптыңыздар. Бір-екі топтың аттарын алды. Жақсы, ендеше бағалап қойып. Бұл топқа біз қалай көтереміз? Кәліп көтеріп қойыңыз айтқаныңызда, бұл бірінші тапсырма бойынша бұлар жақсы орындалды. Жақсы, рахмет. Балалар, ендеше Жерді болжама? Екі көз керек жоқ олар. Сіздер жоспар болды, жоспар бойынша жауап бересіздер болды. Жақсы ма? Қазір шығыңыздар екен, дайын болсаңыздар. Уақыт болады. Қазірден жеке салмай қойыңыз. Жақсы. Бірінші, түрі дейік, қандай жануарды алдыңыздар екен? Топ басшылары ішінде кім? Айтыңыздар ішінде. Түріне жеке шығыңыздар. Кім шығады? Ал, айтыңыздар шығыңыз екен. Болады енді. Что, рисунок зачем? Надо, он сказал, что так, я просто рисунок, да? Ya, kitap usulü satsanızda aynı suretin gibi satmanızda çok jomalar. Suret sanatı hiç koy. Hatta jomalar satmışsanızda oldu. Sizler de kalay. Ya endi tezirek tagina geç kalasda. Yani bir yıl kapı yüzü vakit kalır. Kim? Boğa çekip geldi. Yedi koruğa görüş. Yabina. Jоспар var mı sizlerde? Jоспар boyunca al. Jоспар yaptınız zaten. Al. Жылдамырақ олар. Өйткені онда емес, сурет саламыз. Аңыз атын жазып, география орын айтсаңыздар болды. Қай жерде қандай? Жаулардың суретін саласыздар ма? Жоғары дейін болжам. Сұрақтар бойынша жоспар бойынша жауап бересіздер. Суретін саласыздар, жылдамырақ. Жоқ, естіңіздер, өздеріңіз естіңіздер. Қазіргі кезде жойылу фактөйге қысыл кітапқа енгізілген, бірақ та адамдардың нәтижесінде құлдыруға кетіп бара жатқан өсімдік немесе жануарға жоспар бойынша жауап бересіздер. Қандай жануарды аласыздар? Суретін салуға болады, немесе сөзін жазуға болады. Жақсы ма? Қандай жануарды аласыздар? Өздеріңіз білесіздер. Суретін салмасаңыздар, атын жазыңыздар. Қасқыр ма қасқыр, түлкі ма түлкі. Жақсы ма? Жақсы, ал келейік, жылдамырақ. Жылдамырақ келейік.